Мәссаған қыздар, ужас, Астанаға қыз келді, баламды да садикке шығарып саламын деп ужас қатып қалдым. Хорошо, осындай булочка пісіріп қойдыңыздар, қараңыздаршы, жұп-жұмсақ дәмі деген, вау ғой. Осындай күнде өсек айтып отырып, чаймен ішуге болады. Давайте бірге жасайық. Ең бізге керегі ұнымызға 3 қасық қантымызды саламыз, дрожь саламыз, одан кейін бір жұмыртқа, үстіне сүт қосып, және күнбағыс майымызды қосамыз да. Қыздар, өте жұмсақ болатын, яғни орташа деңгейлі қамырымызды жақсылап тұрып елеп аламыз да. Духовкаға мен салып қоямын көтерілу үшін, сол кезде тез көтеріледі. Одан кейін начинкасын дайындауға кеттік. Яғни отымызға немізді мак, сары май, сүт, қант барлығын жақсылап тұрып араластырып, қантымыз ерігенше осылай ертіп аламыз да. Начинкамызды дайындап, қамырымызды жайып, осылай синабонның қамыры сияқты қылып сопақ қылып жаямыз да. Үстіне начинкасын салып, қыздар, барлық жеріне распределять етемізді, жақсылап тұрып ораймыз. Ішіндегі начинкаларымыз ағып кетпес үшін барлығын жақсылап тұрып орап, нықтап қолымызбен басамыз да. Сондай жіппен, яғни бөліп тастап, пергаментіміздің үстіне салып, үстіне жұмыртқаның сарысын жақсаңыздар болады. 180 градуста 35 минутқа дайындасаңыздар болады. Үстіне шоколад қоссаңыздар, вообще дәмі деген керемет болады. Жүрген аса лайк, комментарий жазып кетіңіздер, достар. Ас болсын.